Қайырлы күн достар, Наурыз құтты болсын. Бүгін біз Наурыз көже дайындаймыз табиғат аясында. Ол үшін қыстан қалған соғым етін қазанға асып, жақсылап піскеннен кейін сүзіп алып, сорпасына жақсылап қамырды елеп, жайып және де кесіп сорпаға салып, бұрқ еткеннен кейін сүзіп аласыздар. Ал міне қамырымыз қайнады. Нанымызды сүзіп аламыз да, келесі біз бұқтырып қойған дәндерімізді осы сорпаға салып, басын біріктіріп алайық. Ол үшін бізге бұқтырылған бидай, арпа, жүгері, тары қажет болады. 7 түрлі дән керек. Менің бүгінге қосатын дәндерім осы. Қалған сорпаның жартысы. Енді қазанда қалған сорпаға дәндердің басын қосып, бір бұрқ еткізіп аламыз. Себебі біз оны суға қайнатып қойған болатынбыз бір күн бұрын. Енді бұны ыстық сорпаға салып, жақсылап араластырып, жабысқан жерген, біріккен жерлерін ашып, қазаннан үлкен ыдысымыздағы сорпаға құйып аламыз. Міне дәндеріміз қазанда араласып жатыр. Астын үзбей жағып отырамыз. Ал сорпадағы дәндеріміз дайын болды. Енді үлкен ожаудың көмегімен үлкен ыдыстағы сорпаның үстіне қалған сорпаны, дәнді құямыз. Ол уақытқа дейін суытылған жылқымыздың жал-жаясын, қазы-қарта жақсылап етін турап, дайын болған ыдыстағы сорпамызға саламыз. Міне етімізді салдық, жақсылап турап, жақсылап араластырамыз. Қамырды салдық. Көжеміз дайын болып қалды. Ендігі қосатынымыз ақмол болсын деп көжемізге қатығымызды араластырамыз. Қатығымызды араластырып, міне дайын болды, керемет. Астарыңыз дәмді болсын, молшылық болсын. Менің арнама тіркеліп, көптеген қызықты рецептерді көріп отырыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, қоңырауды басып, келесі видеоларымды көруге асығыңыздар. Сау болыңыздар. Наурыз құтты болсын достар. Ақмол болсын.